Құрметті қазақ елі, мен Камелов Жамбыл Тұяқұлы. Менің атам Мұхамеджан Ыбырайұлы 30-шы жылдары заңсыз үндемеске кеткен. Біз бала кезден аталарымыздан, әжелерімізден естігенбіз. 30-шы жылдары жаңағы біздің атамыздан байдың баласы деп, содан кейін мешітте жүрген адам біздің атамыз. Соны іздеп, осы күннен бері бүкіл архивтарға хат жазғанбыз. Біздің президентке көп рахмет, мемлекеттік комиссияны ашқан үшін. Содан кейін көп архивтар ашылды. Мен аталарымды ақтау үшін архивтарға хат жазғам. Бірақ та маған ешқандай информация бермейді. Соттың шешімі жоқ о жақта. Енді маған атамды ақтау үшін маған соттың маған шешімі керек. Қазір бізге заңгерлер айтады, оны шешу үшін жаңадан заң қабылдау керек. Мен жалғыз емес, мыңдаған ұрпақтар осы заңды күтіп жүр. Жаңа заң керек ата-бабаларымызды ақтау үшін.